Сәлеметсіңдер ме? Әдебиетті оқу сабағын бастаймыз. 4-ші сынып, 4-ші бөлім, 4-ші тоқсан, 3-ші бөлім оқулығы. Сабағымыздың тақырыбы бізді мазалаған сұрақтар, 79-ші сабақ. Сабақтың мақсаты оқиғаның дамуын болжаймын, себебін түсіндіремін, таныстырылым түрінде шығармашылық жұмыс ұсынамын. Сұраққа жауап бер. Бірінші тапсырма: суреттегі сұрақтардың қайсысына жауап бере аласың? Ғарышқа не үшін ұшады? Ғарыштағы ғаламшарларды зерттеп білу үшін ұшады екен. Александр Романович Беляев ғылыми фантастикалық романдар жазған орыс жазушысы. Автордың Қосмекенді адам атты кітабы су астында өмір сүре алатын адам туралы. Бұл фантастикалы роман бойынша көркем фильмде түсірілген екен. Түсініп оқы. Адам ұшуды қалай үйренді? Биікке түтін ғана емес, жылы ауада көтерілетінін адамдар ерте кезде ақ байқаған. Алғашқылардың бірі болып, жылы ауаны ұшу мақсатына пайдаланған ағайынды француздар монгольферлер еді. Олар мақта мен қағаздан әуе шарын жасады. Оны жылы ауамен толтырған кезде әлгі шар қалқи жөнелді. Ол 500 метрдей биіктікке көтерілді. Бұл оқиға 1783 жылы болған. Ағайынды жігіттер бұл шарлармен түрлі жануарларды ұшырып көріп, кейін өздері де ұшты. Ал француз ғалымы әуе шарын ауадан жеңіл газ сутегімен толтырды. 10 минуттың ішінде шар 1000 метр биіктікке көтерілді. Осыдан кейін ақ әуе шарларының аспанға ұшуы жиілей бастады. Оны аэростат деп атады. Бірақ мұндай шармен ұзақ ұшуға болмайтын еді. Себебі ол ескен желдің еркінде болатын. Ал адамдар қайда барғысы келсе, сол жаққа ұшуды көкседі. Әуе шарын қайткенде басқарылатын етіп жасауға болады. 19 ғасырда орыс өнертапқышы Архангельский желкенді қайық сияқты жоғары көтерілгенде, жиналып төмендеген кезде жайылатын қанаты бар әуе шарының жобасын жасады. Бұл механизмді бұл қозғалтқышы іске қосатын еді. 15 жыл өткен соң өнертапқыш Соковин аэростаттың қаңқасын жұмсақ емес, қатты ерекше қатырма қағаздан жасатты. Аэростатқа 2 руль бекітілді. Оның бәрі жерден көтерілуге, екіншісі әрі-бері бұруға арналған еді. Болжа, ұшу аппараттары неге ұқсап келе жатыр? 1875 жылы орыс ғалымы Менделеев 11 шақырымға дейін тіпті одан да жоғары биіктікке басқарылатын аэростаттың жобасын ұсынды. Мұндай биіктікте адамға ауа жетпей қалу үшін ішіндегі ауа сыртқа шығып кетпейтін арнайы бекітілген кабина жасауды да ойластырған еді. 11 шақырымға одан да жоғары биіктікке ұшатын осындай аэростат стратостат деп аталды. Дирижабль басқаратын аэростат, бірақ онымен ұшу әлі де қауіпті еді. Өйткені оның ішкі қабаты жұқа матадан жасайтын. Оны сәл ғана ұшқыннан лап ете түсетін сутегі газымен толтыратын. Сондықтан өте қауіпті еді. Кейбір адамдар қанат байлап, биік жерден секіріп те көрді. Кейбіреулері ауада қалықтады да. Осылайша қанатты, бірақ қозғалтқыш ұшу аппараты планер пайда болды. Алғашқы планердің үлгісін атақты суретші Леонардо да Винчи жасағаны белгілі. Ең алғашқы планер өте қарапайым еді. Олар батпырауыққа ұқсайды. Мүмкін сен оның қалай ұшатынын байқаған шығарсың. Планердің небір түрі жасалды. Олардың сыңар қанаттысы да, қоңыз қанаттысы да, үш қанаттысы да бар. Дегенмен планер өзін әуеде демейтін ауа толқынынан жылдам ұша алмады. Ал адам желден де жылдам ұшып, мыңдаған шақырым жерді шарлағысы келді. Александр Беляев, қазақ тіліне аударған Нұрғали Оразов. Мәтіндегі түсіндірме сөздіктер сутегі ең жеңіл газ, көксеу, армандау мақсатта қолданылған. Тапсырмалар орындаймыз мәтін бойынша. Ұшу аппараттарын жасаған кезде ғалымдар қандай кедергілерді байқады? Ұшу аппараттарын жасаған кезде ғалымдар ұшу аппараттарын шармен ұзақ ұшуға болмайтынын жұқа матадан жасалғандықтан сәл ғана ұшқыннан лап ете түсетін сутегі газымен толтырылғандықтан өте қауіпті болды.
Үшінші тапсырма, мәтінді біз демалатын ауа оттегі туралы не айтылған екен? Мәтінде біз демалатын ауа оттегі туралы ауадан жеңіл газ сутегі туралы айтылған екен. Төртінші тапсырма, анықта. Мәтіннің жанрын анықтаңдар. Мәтін түрі, ертегі, мысал, әңгіме, танымдық мәтін. Мәтін түрі ол танымдық мәтін екен. Бесінші тапсырма, әуе шарының суретін дайындап безендіріңдер. Дәптерге әуе шарының суретін саламыз, безендіреміз. Оған ат қойыңдар, суреттегі ұшу аппараттарын сипаттаңдар. Біз де алысқа ұшамыз. Суреттегі ұшу аппараттары бірінші суреттегі әдемі доп тәріздес етіп жасалса, үшінші суреттегі әуе шары зымыранға ұқсап етіп жасалған екен. Ал екінші ұшу аппараты ол қауынға ұқсайды. Ал мына ұшу аппараты бізде неге ұқсайды? Шырша ойыншықтарына немесе анарға ұқсайды. Алтыншы тапсырма, армандар оңай орындала ма? Армандар оңай орындалмайды. Бұл арманға жету үшін біз міндетті түрде жақсы оқып, арманымызға талпынуымыз керек. Үй жұмысы, бүгінгі заманда ұшақ болмаса адам үшін қандай қиындықтар болар еді? Әрине, бүгінгі заманда ұшақ болмаса бізге қиын болар еді. Біз алыс сапарға ұшақпен тез арада көзі ашып жетеміз. Ал ол уақытымызды бізді үнемді пайдаланатын едік. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.